Саламатсыздар ма? Менің есімім Руслан. Мен сіздерге мына біреудің инстаграмда тұрған фотоны, видеоны, астындағы жазылған текстті қалай өзіңнің инстаграм парақшаңа қою керек. Соны мен қазір көрсетемін. Алдымен бірінші Play Market'тен өзінің жаңағы бір мобильный приложение бар. Соны скачать етіп алу керек. Қазір мен мобильный приложение Play Market'ке кірем. Міне Play Market'те мен кіріп тұр, міне поиск деген мына үстін басасыз, міне осының үстін басасыз. Одан кейін міне астында тұр, көрдің бе, Deutschlander for Instagram деген, немесе осылай жазасыз осы жерге, поиск деген жерге жазсаңыз осылай шығады. Мен осының үстін басам қазір. Міне бастым. Міне көрдіңіз бе, көп нәрсе шықты жаңағы. Осы жерден именно міне көрсеттім ғой, стрелканы. Тура осыны скачать етіп аласыз Play Market'тен телефоныңызға. Қазір мен басып тұрмын. Мен негізі бұны мен скачать етіп алдым. Мен скачать етіп алдым, телефонымда тұр. Қазір открыть деген жазудың үстін басасыз. Мен бастым, кіріп жатырмын осы приложениеге. Осы арқылы көшіресіз. Жаңа біреудің фотоларын, видеоларын осы приложение арқылы көшіресіз. Енді әрі қарай не істеу керек? Міне бұрышта оң жағында тұр ғой, стрелкамен көрсетіп тұрмын. Инстаграмның жаңа несі. Соны басасыз. Үстін бастым. Міне менің инстаграм парақшам ашылды, мысалы. Көрдіңіз бе? Мысалы, мен инстаграм парақшам ашылды. Дұрыстап көріңіз, міне. Бұл менің инстаграм парақшам. Бірінші фотода міне тұр. Мына фото тұр, көрдің бе? Бірінші фотода тұр. Енді қазір мен біреудің жаңа парақшасына кіріп, сол жерден бір фотоны мен скачать етіп алам. Мысалы, маған лайк басқан адамдарды қараймын. Мына жерде мысалы маған лайк басқан. Көрдіңіз бе, міне Ахиллесі деген бар. Мен сол Ахиллестің парақшасына кірем. Мысалы, Ахиллестің парақшасына кірдім. Мен қарап отырмын, мысалы фотоларын қарап отырмын. Маған мысалға мына фото ұнап қалды. Мына кітап ұнап қалды. Ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт деген. Яғни осы фотоны мен қалай өзімнің парақшама қалай қоям, қалай көшіріп алам. Мысалы, мына фотоның астында текст тұр, көрдіңіз бе? Астында текст тұр, міне. Текст. Яғни осы текстпен мына фотоны мен стрелканы көрсеттім, екі стрелка. Осы екеуін қалай одновременно өзіңіздің инстаграм парақшаңа қою керек. Қазір мен соны көрсетемін. Ол үшін міне мен кіріп тұрмын қазір, міне парақшаңызға фотоны ашып тұрмын. Енді міне оң жағыңызда міне 3 точка тұр, көрдіңіздер ме? Стрелканы көрсеттім. Соны басасыз, соның үстін. Копировать ссылка деген жазудың үстін басасыз, мына. Ссылка деген жазудың үстін басасыз. Міне жаңа не шықты, көрдіңіз бе? Из сохранения астында тұр, міне. Стрелка тұр, көрдіңіз бе? Кітаптың астында. Соның үстін басам, міне. Оны реклама. Енді міне мен скачать етіп алдым, міне. Мен жаңа не арқылы, приложение арқылы. Енді мынаның үстін басасыз. Осының үстін басасыз. Міне бастым. Яғни жазуды көріп тұрсыз, поделиться, перепостить, загрузить деген. Перепустить деген жазудың үстін басасыз. Мен бастым. Одан кейін міне шықты. Сол жағында фет деген жазу тұр, тұрсыз ба? Ортасында stories. Оң жағында бұрышта direct деген жазу тұр. Фет деген жазудың үстін басасыз. Міне көрдің бе, өзімнің парақшама оны мен жүктеп жатырмын. Мына стрелканың үстін басасыз. Одан кейін далее деген үстін басасыз. Одан кейін мына жерге введите подпись деген тұр ғой. Осы жерге саусағыңыз ұшын басып тұрасыз. Басып тұрған кезде выставить деген жазу шығады былай. Міне көрдің бе, выставить деген жазу шықты. Соның үстін басасыз. Міне жаңағы текст маған автоматически түсті, көрдіңіз бе? Енді мына адресін жаңа оның нөмірлері тұр ғой, міне оның инстаграм парақшасы тұр. Мен қазір өшіріп тастаймын да, бұл жерге өзімнің телефон нөмірімді, адресімді қоям осы жерге. Бүйтіп өшіріп тастайсыз, көрдіңіз бе? Өшіріп тастайсыз да, осы жерге өзіңіздің нөміріңізді қоясыз мысалға. Міне осылай примерно осылай қоясыз. Мен өзім нөмірімді қойып жатырмын мысалға. Міне осылай өз нөміріңізді қоясыз. Одан кейін жоғарысында поделиться деген жазуды көріп тұрсыз. Міне стрелкамен көрсетіп тұрмын. Соны басып қаласыз. Міне
көрдіңіздер міне, уже мен өзімнің парақшама көшіріп алдым бұны, өзім парақшама. Енді мен өзім парақшама кіремін міне. Көрдіңіз бе, міне, өзім парақшамда, менің парақшамда тұр. Көрдіңіз бе, менің парақшамда тұр. Бұл фотоның үстін бассам, міне астында жаңағы дайын текст уже. Мына тексті дайын көшіріп алдым да, яғни өзіңіз жазып отырмайсыз, дайын осылай көшіріп аласыз. Тура осылай көшіріп аласыз. Мен көшіріп алдым, өзім нөмірімді қоя қойдым. Тура осылай әркімдікін бүйтіп көшіріп алсаңыз болады осылай. Менің парақшамнан көшіріп алсаңыз болады. Тура осылай. Көрдіңіз бе? Жаңа міне мынау жаңа соның парақшасы, жаңа мен кірген бағана. Мысалға тағы екіншісін жүктеп алайын мысалы. Мысалы видеоларды жүктеп алуға болады. Мынада видео жоқ екен, жүктелген фото. Мысалға мына видеоны көрейік. Міне мына видеоны мен жүктеп көрейін өзіме. Үстін басасыз. Міне астында комментарий тұр, көрдіңіз бе? Міне комментарий. Дұрыс па? Сол комментариясымен қосып, мына видеоны мен қазір өзімнің Instagram парақшама жүктеймін. Ол қалай? Міне 3 точканы жазасыз, басасыз, 3 точканың үстін басасыз, міне бастым. Копировать ссылку дегенді басасыз, міне. Тура соны қайталайсыз, міне жаңа стрелка шықты, соны басасыз. Көрдіңіз, міне өзіңіз скачать келді, міне. Мынаның үстін тағы басасыз, міне соны қайталайсыз, міне. Үстін басып, перепостить деген жазудың үстін басасыз. Міне фет деген жазудың үстін басасыз. Міне. Міне. Далее дегеннің үстін басасыз. Одан кейін мына жерге выставить етесіз жаңағы текстті. Бүйтіп басып, саусағыңмен үстін басып тұрасыз. Выставить деген жазу шығады, соны басасыз, міне дайын уже текст дайын шықты. Осы жерге өзіңіздің номеріңізді жаңағыдай қойсаңыз болады, мысалы. Былай. Көрдіңіз бе? Осылай өз номеріңізді қойсаңыз болады. Осылай қоясыз да, міне поделиться деген жазудың үстін басасыз. Міне. Болды, міне скачать етіліп жатыр менің Instagram парақшама қазір түседі осы. Осылай көшіріп аласыз. Өзіңе кімнің парақшасында қандай фото ұнады, қандай видео ұнады, сол астында текстімен қосып, осылай көшіріп аласыз, болды парақшаңызға. Көрдіңіз бе? Міне, уже мен көшіріп алдым, міне. Міне, көрдіңіздер ме? Міне, мынау менің Instagram парақшам. Мысалы, мен көшіріп алдым, видеоның үстін басам, міне, астында дайын текст. Астында менің номерім тұр. Міне, менің номерім тұр. Көрдіңіз бе? Тура осылай көшіріп аласыздар, бітті. Дым қиын емес. Осылай жұмыс жасау керек. Сіздерге іске сәт, рахмет. Осылай қарап үйреніп алыңыздар. Қазір Инстаграмның дамыған заманы, қазір технологияның дамыған заманы. Елдің бәрі осылай Инстаграммен жұмыс жасап, миллионер болып жатыр, үйде отырып ақша тауып жатыр осы Инстаграм арқылы. Менің есімім Руслан, мынау менің парақшам. Осы парақшама тіркелсеңіздер болады. Міне мынау менің парақшама тіркелсеңіздер болады. Сіздерге рахмет, іске сәт, мол бақыт, зор денсаулық тілеймін. Карточкаларыңызда ақшаларыңыз көп болсын. Мен қазір шығып кетемін енді.